Здравствуйте, ребята! Подписывайтесь на мой канал. Урок 57. Удивительное рядом. Таңғажайып жанымызда. Ты будешь учиться выразительно читать сказку, придумывать ее продолжение. Вспомни, что такое предложение. Ертегіні мәнерлеп оқуды үйренесің. Жалғасын табуды үйренесің. Және де сөйлемнің не екенін есіңе түсіресің. Упражнение 1. Прочитай и спиши предложение. Пиши красиво. Сөйлемді оқып, жазып аламыз, әдем жазамыз. Далеко ходить не надо, удивительное рядом. Алысқа барудың қажеті жоқ, таңғажайып жанымызда. Как ты понимаешь смысл этого предложения? Бұл сөйлемнің мағынасын қалай түсінесің? Вспомни, слова предложения связаны по смыслу. Предложение – это законченная мысль. Сөйлемдегі сөздер бір-бірімен мағынасына қарай байланысты. Ал сөйлем дегеніміз ол аяқталған ойды білдіреді. Упражнение 2. Прочитай сказку. Как ты думаешь, о чем она? Можно ли считать сказку законченной? Ертегіні оқы. Қалай ойлайсың, ол не туралы? Ертегіні аяқталған деп есептеуге бола ма? Почему смеялся ежик? Однажды ночью пошел ежик в лес погулять. Увидел он красный гриб и наколол его на свою иголочку. Увидел желтый листик и тоже наколол. Вдруг он увидел головой лужи звезду и тоже хотел наколоть на иголочки. Но ничего не получилось. Подумал ежик, подумал и накрыл звездочку листиком. Пусть она до утра полежит. А утром под листиком ежик нашел красное солнышко. Очень смеялся ежик над собой. Оказывается, ночью кірпі неге күлді? Бір күні түнде орбанға кірпі серуендеуге шығады. Сол кезде ол қызыл саңырауқұлақты көріп, оны енесіне түйреп алады. Кейін ол сарғылт жапырақты көреді, оны да түйреп алады. Және жүріп келе жатып, көгілдір шалшықтан жұлдызды көреді, оны да түйреп алғысы келеді, бірақ түйрей алмайды. Кірпі ойланады. Кейін ол енесіндегі жапырақпен жұлдыздың бетін жауып кетеді. Ойлайды ол, таң атқанға дейін жата тұрсын деп ойлайды. Ал таң атқасын кірпі келіп, жапырақты ашып қараған кезде қызғылт күнді көреді. Сол кезде ол өзіне қатты күледі. Демек түнде. А теперь, ребята, выполняем задание. Енді тапсырманы орындаймыз. Вспомни признаки предложения, назови их. Сөйлемнің белгілерін есімізге түсіреміз және айтамыз. Пофантазируй, сочини конец сказки. Қиялдап, ертегінің соңын ойлап тап. В какое время года произошло удивительное событие с ежиком? Кірпімен болған ғажайып жағдай қай уақытта болды? Айтып бер, расскажи, айтып бер. Наколол на иголочку, енесіне қадады. Упражнение 3. Выбери только предложения и запиши их. Поясни свой выбор. Тек қана сөйлемді тауып жазамыз. Өзіңнің таңдауыңды түсіндір. Первый. Накрыл звездочку. Жұлдыздың бетін жапты. Ночью лужу смотрели звезды. Түнде шалшыққа жұлдыздар қарады. Наколол на иголочку. Инені шаншыды. Красное солнышко. Қызғылт күн. Ежик очень смеялся над собой. Кірпі өзіне қатты күлді. Предложение. Сөйлемдер. Ночью в лужу смотрели звезды. Түнде жұлдыздар шалшыққа қарады. Ежик очень смеялся над собой. Кірпі өзіне қатты күлді. Упражнение 4. Составь из слов предложений и запиши их. Сөздерден сөйлем құрап жазып аламыз. Так, ночью звездочка лужи отражалась в. Правильные.
Ночью звездочка в луже отражалась. Второе предложение. Утром солнышко в луже отражалось. Подчеркни глаголы двумя чертами. Назови время, число, род этих глаголов. Етістіктің астын екі сызықпен сызамыз. Және қай жақта тұрғанын, жекеше көпше түрде тұрғанын анықтаймыз. Глаголы у нас отражалось и отражалось. Отражалось. Это у нас прошедшее время. Стоит в единственном числе, женском роде. Отражалось. Прошедшее время, единственное число, средний род. Түнде жұлдыздар шалшықта бейнеленді. Таң ертеңгісін күн көзі шалшықта бейнеленді. Бейнеленді деген сөз өткен шақта тұр және жекеше түрде тұр. Упражнение 5. Прочитай информацию. Мәліметті оқы. Окружающая среда – это все, что находится вокруг человека. Қоршаған орта – ол адамның айналасындағы барлық затты айтады. Қоршаған орта деп. Как ты понимаешь эту информацию? Бұл мәліметті қалай түсінесің? Что находится вокруг тебя и окружает тебя? Сенің айналаңда не бар және сені не қоршайды? Какие удивительные явления ты видел или видела? Сен қандай таңғаларлық жайттерді көрдің? Айтып бер. Урок окончен. До свидания.